Саламатсыздар оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кіші допты қашықтыққа лақтыру. Сабақтың мақсаты мергендікке дайындау, кіші допты лақтыру әдісін үйрету. Салауатты өмір салтын насихаттау барысында мектеп оқушыларының жеңіл атлетикамен айналысуға қызығушылығын арттыру, шыдамды әрі шымыр болып өсуге толыққанды азамат етіп тәрбиелеу. Кіші допты қашықтыққа лақтыруды үйрету, қалыптастыру. Қозғалу иілгіштік қасиетін дамыту, оқушылардың ұйымшылдыққа, жауапкершілікке, сабырлыққа тәрбиелеу. Кіші допты қашықтыққа лақтыру кезіндегі қауіпсіздік ережесі. Оқушының спорттық киімі өзіне шақ болу керек. Допты лақтыру алаңында бөгде заттардың болмауын қадағалау. Допты лақтыратын оқушының алдында көлденең тұрмауы қажет. Кіші допты лақтырған кезде арақашықтықты сақтау. Кіші допты лақтыру. Доп лақтыру кезінде қысқаша әдістемен түсіндіріп өту. Кіші доптың салмағы 150 грамм, ал диаметр 60 см. Кіші допты лақтыру техникасы 4 бөлімнен тұрады. Допты ұстау, лақтыруға дайындалу, жүгіру, лақтыру, допты қалай ұстау керек екенін түсіндіру, негізгі 3 саусақпен ұстау, қолды бос ұстау. Бірінші суреттегі оң аяқ сыртқа қатты бұрылған. Екінші суретте лақтыратын сол соңына дейін ашылмаған. Үшінші суретте лақтыру кезінде қол денен алшақ кеткен. Төртінші суретте лақтыру кезінде бас пен дененің жоғарғы жағы сол жаққа иілген. Бесінші суретте сол аяқ өкшемен кедергі жасағандықтан дене белде алдыға қарай еңкейген. Алтыншы суретте оң аяққа алдыға шығып кеткендіктен қолдың бағыттау күші дұрыс пайдалана алмайды. Жетінші сурет соңғы 5 қадам. Жүгіру кезеңі 10-12 метр түзу сызықпен екпенді жылдамдатып, бірақ қатты емес, себебі лақтыру кезіне кедергі болады. Замық қолды артқа созып, осы кезбен бірге денені оңға бұру керек, аяқты қайшылай, яғни оң аяқтың ұшын сыртқа қойып, бөксені де сол бағытта бұру керек. Бұл қадам басқа қадамдардан тез орындалады, себебі денені бұру керек. Лақтыру кезеңі сол аяққа жүгіру, сызығынан солға кетеді, дене лақтыру бағытына жылдам бұрылады, қол иықтан өте бере шынтаққа сәл бүгіліп допты алдыға жоғарға лақтырылады. Қол алшағында денеден сәл артта қалып, лақтырғанға аяқпен нәтижелі жағдай жасайды. Үйге тапсырма: кіші допты лақтыру техникасы.